Ассалаумағалейкум құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видео ұсақ балаларда үнемі кездесетін тентек туралы. Тентектің пайда болуы, ауру белгісі, алдын алу және емдеу жолдары. Дұрыс ота жасау, сүйекті теспей-ақ ең қарапайым жолмен ең өнімді ота жасау әдісін айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, бұдан кейінгі жолданатын құнды рецепттерімізді бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Тентек көп басты таспа-құрттың балапан құрттары қойдың, ешкінің миында, жұлынында мекендеуінен туылатын ми, жұлын қабынуын және бір қыдыру нервтік белгі беретін, тіпті малды өлтіретін салмақты паразит індеті. Көп басты балапан құрт жылауық формасында болады. Жылауық денесінің үлкендігі асбұршақтың үлкендігінен тауық жұмыртқасының үлкендігіндей болады. Қалтасына мөлдір сұйықтық толады. Жетілген көп басты құрт ит, қасқыр, түлкі, шиебөрі сияқты ет қоректі жабайы жануарлардың аш ішегінде жасап, пысып жетілгеннен кейін оның жұмыртқалы сақинасы түлеп, нәжіспен бірлікте дене сыртына тасталады да, құрт жұмыртқасын өргізіп жайылымды мал азығын немесе суатты бұлғайды. Бұл құрт жұмыртқасы бұлғаған жем шөпті қой, сиыр сияқты жануарлар жегеннен кейін құрт жұмыртқалары олардың ас қорыту жолында 6 қармақша құрт болып шығады. 6 қармақша құрт аш ішек кілегей қабығының қан тамырын тесіп кіріп, қан тамырдағы қанмен бірге ми мен жұлынға жетіп, 2-3 айда жетіліп, мидың көп басты балапан құртына айналады. Егер 6 қармақша құрт қанмен бірге дененің басқа жеріне барып қалса, ол онан ары жетіле алмай дереу өледі. Бұл індет шұғыл характерлі және созылмалы характерлі болып екіге бөлінеді. Шұғыл типі малдың дене қызуы өрлеп, тамыр соғуымен тынысы жиілейді. Тіпті кейде күшейген кезде індетке шалдыққан мал шырайланады, алдына ұмтылады, немесе артына шегінеді, құрысып сереңдейді. Кейде сүмірейіп, ұзақ уақыт жатып алады. Қоралы малға ілеспейді. Індетке шалдыққан кейбір мал 5-7 күн ішінде шұғыл характерлі ми жұлын қабынуынан өледі. Өлмегендері созылмалы характерге өзгереді. Созылмалы типі індетке шалдыққан мал шұғыл кезеңнен өткеннен кейін клиникалық белгілері бірте-бірте жоғалып, 2-6 айда бәсеңдеп, көп басты балапан құрт ендігәрі жетіліп үлкейе алмағандықтан қайталай анық белгілер бермейді. Көп басты балапан құрт ұсақ малдың үлкен миының мәлім бір жартысына мекендеген кезде құрт түскен жағына қарай айналып, әрекеттенуден сырт оның қарсы жағындағы көзінің көру қуаты кедергіге жолығады, тіпті көрмей қалады. Құрт үлкен мидың дәл алдыңғы жағына түскенде мал басын жерге салып, тура алдына қарай әрекеттенеді. Кедергіге ұшырағанда басын сол кедергіге тіреп тұрып алады. Ал балапан құрт үлкен мидың артқы жағына түскенде басын кегжитіп немесе артына қарай әрекеттенеді. Тіпті жығылып орнынан тұра алмай қалады, құрысып қалады. Құрт кіші миға түскенде індетке шалдыққан мал тұрып алады, немесе әрекет теңдігі бұзылады. Денесін билей алмай жығылады. Сыртқы ортаның әсерінен оңай шошиды. Көп басты балапан құрт жұлынға түскенде жүрісі бұзылып, бөксесі салданады, тіпті сия алмай қалады. Бұдан сырт індетке шалдыққан малдың тәбеті азайып, салмағы бірте-бірте жеңілдеп, арықтап қалжырайды. Әдетте бірнеше жол мұндай белгі қайталанған жағдайда мал өледі. Алдын алу жолы. Бұл індеттің алдын алуда негізінен ит сияқты ет қоректі жануарларға көп басты балапан құрт түскен ми мен жұлынды жегізбеу. Індетке шалдыққан малдың ми мен жұлынын өртеп немесе тереңге көму. Мал қарайтын иттерді белгілі мерзімде құрсыздандырып тұру қажет. Ал енді емдеу жолына келсек, бірінші, мұнда тентек болған малдың айналу бағыты, төбе сүйегінің жұмсауы, ахуалына қарай жылауықтың орнын тұрақтандырған соң, сол көлемнің жүнін қырып тазалап, дезинфекциялап, одан кейін тұрақтандырған орынды пышақпен тіліп терісін кесеміз. Сосын жұмсарған сүйекті еппен 3 бұрышты формада тесіп, ішіндегі көрінген жылауықты ішпірішпен ең алдымен сорғызтып алып тастап, сосын жылауықты еппен сылып аламыз. Сосын дезинфекциялық дәрілермен дезинфекциялап, терісін тігіп тастаймыз. Ал енді екінші жолы. Мұнда тентек болған малдың айналу бағыты, төбе сүйегінің жұмсаруы ахуалына қарай жылауықтың орнын тұрақтандырып алған соң, сол көлемнің жүнін қырқып тазалап, дезинфекциялап, одан кейін тұрақтандырған орынға 20 нөмірлі инемен еппен шаншимыз. Әрі ақырын инені бойлатсақ, иненің артынан мөлдір су көрінеді. Осы кезде дайырлап алған ішпірішпен сорғызтып аламыз да, сорғызып алған сұйықтығымызды құрғақ әк немесе отқа шашыратпай төгеміз. Бұл паразит құрттардың қайталай малға жұқпауы үшін өлтіру әдісі. Сосын шаншып алған инені суырмай тұрып, 3% дезинфекцияға істететін йодтан ішпірішке 1,5-2 мл сорғызтып алып, алған сұйықтықтың орнына қайта құямыз. Құрметті көрермен, екінші емдеу әдісін істетуге ұсыныс етемін. Бұлай болғанда ота жеңіл және малыңның қатарға қосылуы жоғары болады. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.